15 тамыз 15 ақпан. Жас семьяға қандай бағдарлама? Жас семьяға жалпиып жата бермей, екі жақтап жұмыс істеу деген бағдарлама бар. Көп семьяларды байқаймын, әйелі күйеуі үйленеді, күйеуі бір зарплатамен қалады, сосын әйел жұмыс істемей қояды, сен мені асырау керексің, сен мені бағу керексің деген міндет қояды кейбір әйелдер, мен байқағаным. Кейбіреулер бар, декретке шықтым, бала тудым деп тағы отырады, жалпиып. Үйтуге болмайды. Үйде де жасау керек, күйеуіңізге шығысу керексіз. Одан қалса кейбір әйел мен еркекті байқаймын, сенің ақшаң, менің ақшам, мен сенен көп таптым, сен менен аз таптың, болмаса біреулер тығып ұстайды. Қаншама адамды, 8.000 адамға консультация бергенде 8.000 түрлі тарихты көрдім, 8.000 түрлі история. Сол кезде әйелдер бар, айлығым 150.000 теңге, бірақ күйеуіме 100.000 деп айтамын, 50.000 теңгем левый, ана жаққа жіберем, мына жаққа жіберем дейді. Кейбір еркектер бар, әйелін білмейді, 150.000 алам, әйеліме 120.000 деймін, 30.000-ға кейде қыдырам. Міне, кейбір адамдар бүкіл секретін айтады маған. Бұрын айтқан, қазір мен жеке консультация тоқтаттым, кішкене нервтің тыныштығы керек, уақыт керек. Қазір мен докторантурада оқып жатырмын, білім іздеу жолындамын, мақала жазу керек, диссертация жазып жатырмын мысалға. Сондықтан қазір тоқтаттым консультация. Сол кезде міне сондай дүниені көресің де, зачем? Сен ақшаны былай тығасың, сен былай тығасың. Оның бәрін тыққанымен Құдай көріп тұр ғой төбендегі. Оны Құдайдан қалай жасырасың? Соған сайын ниетіне қарай жүресің өмір бақи. Сенің ақшаң, мен ақшам, тыққан ақша деп. Үйтуге болмайды. Отбасы болды ма? Жаңағы жас отбасылар. Күйеуі әйеліне қолдау білдірсін, әйелі күйеуіне қолдау білдірсін. Сол кезде ғана, әрине, отбасы болғаннан кейін ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Сондықтан да бір-бірлеріне қолдау болу керексіңдер. Болашаққа деген сенім болу керек. Ертеңгі күні міне әрбір семья болып, өзінің алған затымен мақтанасыңдар. Тең-теңімен, тезек қабымен деген бар, қазақта бекер айтылмаған. Бас екеу болмай, мал төртеу болмайды деп бекер айтылмаған. Менің де кейбір достарым бар, былайша айтқан кезде Альфонс деп айтайыншы, грубо говоря, бай қыздарды іздейді. Немесе бір қыздары бар, бай жігіт іздеп жүрген. Жоқ, бақытты болғың келе ме? Тең-теңімен, таразы басы тең болу керек. Жігіт бай болып кетіп, қыз бай болып кетсе де болмайды. Ертең күні ол бәрібір алдынан шығады. Ертең күні бәрібір сөз болатын нәрсе. Сондықтан да жас отбасы деген мемлекетте ешқандай бағдарлама жоқ. Жас отбасыларға айтарым, жалпиып жата бермей жұмыс істеу деген бағдарлама бар. Жассыңдар ғой, энергияларың бар, балаларың пока жоқ. Жылап атқан, сиіп атқан, тішіп атқан бала жоқ. Пока бала жоқ кезде жұмыс істеңдер екі жақтап. Онлайн жұмыстың мүмкіндіктерін пайдаланыңдар, Инстаграмда отырып алып. Не істейсіз? Сіз Инстаграмда отырасыз, лайк басасыз біреуге. Қайдағы жоқ бір жігіттер бар, қыздардың суретін қарайды тығылып. Болмаса біреулер бар, жаңағы кейбір әйелдер бар, бүкіл звездаларға тіркеліп алады да, анау звезда Турцияда қыдырып жүрсе, Турциядан үй алса, шуба киіп жүрсе, күйеуінің миын жейді. Ойбай, ананың қатынына шуба әперіп, сен неге маған әпермейсің? Үйтуге болмайды. Жағдайға қарау керек, көрпеге қарай көсілу керек. Міне жас отбасы менің беретін ақылым. Мен де керемет айта алмаймын. Енді 6 жыл отбасылық өмір енді жас отбасыға жатпайды, уже 5 жылдан асып кетті да мысалға. Сондықтан менің түйгенім сол. Мен әйеліммен Алматыға бірінші көшкен кезде, мен Алматыда тұрдым, Алматыда жұмысым, үйлене салып біз екі жастық сумка, сол кезде бір жастық тастап кеттім. Сол кезде мен, зачем артық груз, бәрін кейін өзіміз аламыз. Сол кезде неғып кейбіреулер сұрады, неғып екі жастықты алып кетпедің деп, мама айтады, мен өздеріңіз тойда айттыңыздар ғой, бір жастықта қартайып, сол үшін Алматыға семейден бір жастықпен ғана кеткенбіз. Біздің ешқандай особо мүлкіміз де болмады. Мысалға, менің де ата-анам қарапайым, Лаураның да ата-анасы қарапайым, ал қалған дүниенің барлығы отбасылық өмірде болады. Мен бойдақ кезімде 500.000-ға дейін табатынмын. Доллармен есептесеңіз $3.000 ол кезде курсы. Бірақ ақша қайда кетіп жатқанын білмеймін. Ақшаның берекесі болмайтын. Қалай мен семья бола бастадым, жинақтала бастадым. Қалай семья болдық, депозитке ақша жинала бастады. Қалай семья болды, Лаура өзінің депозитіне жинала бастады. Қалай бала болды, әрбір бала өзінің несібесімен дейді мысалға. Жаңағы баланың депозитіне сала бастадым Жанботаға. Жантөреге сала бастадым, Аллаға шүкір. Жантөреге тіпті декретке алатын кезде миллионымызды алдық. Әр бала өзінің несібесімен, әр нәрсе өзінің уақытымен да. Кейбіріміз асығамыз. Біз асыққанмен Алла тағала асықпайды. Сондықтан да бүкіл жастарға айтарым, өзімнің іні қарындастарым отыр, студенттер бар, өзім сабақ беретін, бәріне айтамын. Тең-теңімен анау қиялдап бір бай жігіт армандаудың қажеті жоқ. Байлыққа бірге жету керексіңдер. Болмаса отырып алып Альфонс болып бай қатынды армандаудың қажеті жоқ.
Байлыққа бірге жету керек. Соның ішінде семьяны асырайым, ақшаны көбірек табам дейтіндей еркекте жауапкершілік болу керек. Еркек ақшаны көбірек тапса, үйде береке, сол ақшаның берекесі болады. Ақшаның жемісі болады. Семья болмай, бас бос болған кезде ақшаның берекеті болмайды. Қайда кетіп қалғанын білмейсің. Ал когда семья болған кезде, Құдайдың өзі сол тапқан 100 000 теңгенің өзін берекелі қылдырып қояды. Ал бойдақ кезде тапқан 100 000 теңгенің бір берекесі болмайды. Қайда кетіп қалғанын білмейсің. Қайда жұмсалып кеткенін білмейсің. Себебі сен бойдақсың. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да мынау көп сұрақ келеді. Жас отбасыларға қандай бағдарлама бар? Жас отбасыларға жалпиып, диванда жата бермей, көтенін көтеріп, жұмыс істеу деген бағдарлама бар. Екі жақтап жұмыс істеу керек. Менің ақшам, сенің ақшаңды тартып отырудың қажеті жоқ. Бірге істеңдер. Ақша деп өлеміз бе? Ақша деп өлудің қажеті жоқ. Ақша аузыңызда жүрсін, ақша миыңызда жүрсін, ақша бірақ жүрекке өтіп кетпесін. Ақша ішіңізге түсіп кетпесін. Ақша жүрегіңізге өтіп кететін болса, жүрегіңіз қараяды, ниетіңіз бұзылады. Ақшаны тек қана осы деңгейде ғана ұстаңыз. Мына жақ өтсе қиын болады. Ақша ішке кіріп кетсе шығара алмай қаласыз. Дүниенің барлығын ақшамен өлшеуге болмайды. Ақшадан да басқа да құндылықтары бар. Сағат сатып алғаныңызбен сіз уақыт сатып ала алмайсыз. Кітап сатып алғанмен сіз білімді сатып ала алмайсыз. Сіз дәрі сатып алғанмен денсаулықты сатып ала алмайсыз. Сатылмайтын дүниелер бар да. Сондықтан да ақша миыңызда жүрсін. Ақша аузыңызда жүрсін. Бірақ жүрегіңізге түспесін. Жүрегіңізді қарайтады себебі. Рахмет. Жұмыс жасаймыз, көрші жұмыс жасаймыз, үй қалай алуға болады? Айтыңызшы, жұмысымыз жеке кәсіптеміз дейді. Сіз қалай ГОСта жұмыс жасайсыз, және жеке кәсіпте боласыз. Сіз ГОС емессіз, бюджет боласыз. ГОС-структураның адамы ИП аша алмайды. Сіздің сөйлеміңіз, сұрағыңыз дұрыс емес. Сабақтарға қатысыңыз, баспанаға бағытыңызды аласыз. Ұйқым ашылып кетті дейді. Ой, менің неше түрлі ұйқы ашатын сабақтарым бар десең. Мынау еркектерге арналған қаржылық сауат сабағы бар. Бегарсқа жазыңыздар, таплинк сілтеме. Еркектер міндетті түрде қатыссын. 7 000 теңгеңіз қайда кетпей жатыр? Ертең күні 7 000 теңге, күйеуіңіз 70 000 теңге, 700 000 теңге, 7 миллион теңге табатын болады. Сабақтардың барлығы миды оятуға. Кейбір адамдар айтады, ойбай, сенің сабағың құдіреті не сонда дейді. Менің сабағымның құдіреті мүмкін. Миыңыз оянады, болды, миыңыз жыбырлайтын болса, миыңызға бір нәрсе баратын болса, екі аяқ, екі қол, ауыз, өзіңіз жыбырлап жұмыс істей бересіз. Ұйықтап жатқан ми ояну керек бастысы. Әсіресе сол еркектер оянса екен деймін. Әйелдерге курс көп, маникюр бар, педикюр бар, торт пісіру, ана мынау, өз өмірінде бір бәле қартайма деп неше түрлі әйелдерге арналған сабақ бар да. Біз сияқты байқұс еркектерге ештеңе жоқ. Статистикаға қарайтын болсақ та, еркектер өзіміз пенсияға әрен-пәрен жетеміз. Әйелдер ұзақ өмір сүреді, еркектер аз өмір сүреді. Сол сияқты еркектер де кішкене дамысыншы. Еркектерде де өзіне деген уверенность артсыншы. Самооценкасы жоғары болсыншы. Еркектерді өзінің денсаулығына қарайтындай болсыншы деп еркектерге арналған қаржылық сауаттылық сабағым бар. Міндетті түрде күйеулеріңізді қатыстырыңыздар. Сол күйеулер қатысып, қаншама адам табысты болып, ана бір оқырманым бар. Өмірі 800 теңге жинамайтын күйеуім бір айда 80 000 теңге жинады дейді, депозитке сал деп отыр дейді. Бір оқырманым бар, әйеліне 6 айдан кейін 2 миллион теңге қолына ұстатқан ғой. Сол маған естеріңізде болса жазған 2 миллионды деп, үйі бар екен. Депозитке салайын ба, әлде 2 миллионға күйеуіммен шетелге қыдырып келейін ба, маған 2 миллион берді дейді. Өмірі ақша ұстап, өмірі ақша жинамайтын байы менің сабағыма қатысып, еркектер, мен мақтанышпен айталам. Мақтанышпен айталам, қаншамын осы уақытқа дейін 100 000 адам менің ақыл сабағым сатып алды кемінде. 100 000 адамның сауаты ашылды. Бұл әрине 10%, 10%-ке де жетпейді. 7% менің оқырмандарымның. Қазақстандықтардың 0,7-1% ғана қаржылық сауат артылып жатыр. Бұл өте аз көрсеткіш. Біз білімге ұмтылуымыз керекпіз. Өкінішке қарай біз өсекке ұмтыламыз. Біз телесериалдағы біреудің өмірімен өмір сүреміз. Біз біреудің звездамен, жаңағы айтқандай, біреу шуба алса, біреу күшті жерде жүрсе, соның, біреу Мальдивте қыдырып жүрсе, соның өмірін өмір сүргіміз келеді. Жоқ. Сіз 1000 жерден жаңағы соған талпынсаңыз да, 1000 жерден сіз Қайрат Нұртас бола алмайсыз. 1000 жерден Ерке Есмахан бола алмайсыз. Себебі сіз өмірдегі единственный экземпляр, неповторимый, басқа адамға қайталанбайтын, басқа адам бола алмайтын, сіз тек қана өзіңіз.
өміріңізді жасайтын өзіңіз. Түсініп отырсыздар ма? Ал кейбіреулер бар, қызығып, анау болсам екен, мынау болсам екен, шуба кисем, бүйтсем, сөйтсем дейді. Жоқ, сіз өмірге бір-ақ рет келесіз. Единственный экземпляр сізсіз. Біреудің өмірімен сүрудің қажеті жоқ. Шаңырақты айтып тастадым. Бәрін айтып тастадым. Менің 2 минут қана уақытым қалды, құрметті оқырмандарым. Маған күшті, бұрын кейде бар от алып 2 сағат, 3 сағат тікелей эфир өткізіп кететін, осылай ақыл айтып ше, білімімді айтып. Қазір Инстаграм өзі остается 1:47 деп 1 сағат уақыт береді, көп сөйлеме деген ау деп шынымды айтайын. Міне, бекарыс деп жатырсыздар, таплинг қазір сілтемені басасыздар. Кітап керек болса жасылды басасыз, сабақ баспанаға бағыт декірдің еркектерге арналған. По-моему, сабақ 7000 теңге тұрады. Күйеулеріңізді қатыстырыңыздаршы, өкінбейсіздер. Рахмет айтасыздар. Қаншама еркектің осымен бар ғой, көшеде көрсем болды. Қазір еркектер маған алғысын білдіретін болды. Еркектер суретке түсетін болды, әйелім сізді жақсы көреді деп тұрып ше, шынымды айтайын, мақтанғаным емес. Өткенде аэропортта отырсам, бір еркек енді әрине жаман ойы жоқ, менің де жаман ойым жоқ біреудің әйеліне деген. Өз әйелім бар. Сонда айтамын да, бір еркек көретті мені, өтіп кетеді қасым, потом жүгіріп кетеді, дәулетсіз ба дейді, иә дейді, менің әйелім сені қатты жақсы көреді, әйеліме суретіңді жіберейінші, бірге түсейікші деп WhatsApp-қа әйеліне жіберіп жатыр да, дәулеттенді қара, міне сен жақсы көретін деп қойып ше, күшті ниет қой әрине. Сондықтан да басында әрине қызғанады, кейін өздері жақсы көріп кетеді, мысалға еркегі де әйелі де, мысалға. Сондықтан да білім бұл жерде. Мен осы менің сабақтарыма қатысып бір адамды көрмеппін, дәулет мен күйеуіммен ажырасып кеттім, болмаса менің өмірім күл талқан шықты, мен бейшара болып қалдым деген бір адамды көрмеппін де. Сондықтан да қаржылық сауат міндетті түрде керек. Міне, таплинг сілтеме 30 секундым қалды, 20 секундым. Міне, қызыл барлығы тұр. Жай ғана таплинг сілтемені басыңыз. Кітап туралы ақпарат міне жарқын жібереді, видео барлығын жібереді. 10 секундыма. Еркектерге арналған қаржылық сауат дәл қазір бекарысқа жазыңыздар да міндетті түрде қатысыңыздар. Кейін уақытта рахмет айтасыздар. Білімнің жемісі ол бірден жемісін бере салмайды. Сіз аспирин ішсеңіз бірден температура басылуы мүмкін де. Ал бұл білім, ол уақыт өте келе жемісін көресіздер. Сау болыңыздар. 3 секундым қалды. Әрекетке берекет, қайырлы түн.